борьба. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Дүние жаралып, су аққалы мынау салқар сахараны әрлі-берлі кесе көктей көшіп қонып жүрген ежелгі қазақ елі талай рет дербес отау тігіп, өз алдына ел болды. Талай рет басқыншылық дауылы сапырып, шаңырағы шайқалды. Бірақ еркіндікке ұмытылған асау арманы ешкім өшіре алған жоқ. Желтоқсан көтерілісі азапты тарихымыздың ашуға толық ақтық беті. Азат тарихымыздың арман мен айбанға толы алғашқы парағы. Желтоқсан салып берген жаңару мен жаңаша даму біздің бүгінгі қалыпты салтымызға айналды. Желтоқсан рухы біздің азаттық туын асқақ, тәуелсіздік туын биік ұстауға шақырады. Тәуелсіздік көптің тәуекелі мен жеңіске жетіп, көптің жадағаты мен орнығатын тарих сан мәрте дәлелдеген. Желдің ығында, жаудың бетінде жүріп, сонау қадым ғасырлар түкпірінен бүгінгі тәуелсіздік пен егемендікке жол салып берген қаһарман бабаларымыз бен аға апаларымыздың тамған қаны мен төккен тері ешқашан ұмытылмайды. Дүниеде тәуелсіз қазақ елі бар, әлемде егемен Қазақстан жері бар. Оның көп ұлты тату, ынтымақшыл халқы бар. Қуатты экономикасы, сенімді саяси жүйесі бар. Ең бастысы бүгіннен нұрлы, бүгіннен кемел болашағы бар. Сол күнге деген берік сенімі бар. Нұрсұлтан Назарбаев. Бүгінгі Қазақстанның болашағына көз жіберіп, тағдырын таразыласақ, елі елгінің қайнар көзі мұнай. Сол байлықты игеруші Атырау халқы еске оралады. Жері байдың елі бай деп тегін айтылмаса керек. Бағзы бақидан ақ бұл өлкені ақындар майлы қиян деп жырға қосқан болатын. Біле білсек, мұнай отандық өнеркәсіптің маңызды саласы болып қана қоймай, сонымен бірге мемлекеттің тәуелсіздік мәртебесінің нышанына, жарық болашағына деген сенімнің тірегіне айналуда. Нұрсұлтан Назарбаев. Елімнің атын айтсам Қазақстан, жерімнің атын айтсам Қазақстан. Қойнауы қазына толы мекен, байлығым атын айтсам Қазақстан. Қазақстан, республика мақтанышым, мен сені жырлайын мақтанышын. Құдайы маған құрттай жүрек берген, лүпілдеп сен сүйіп сақтау үшін. Әр ұлт, әр халық үшін тәуелсіздіктен артық қасиетті ұғым жоқ. Қазіргі уақытта Қазақстан құқықтық дербес демократиялық мемлекет ретінде әлемге танылды. Еліміздің тұғыры биік болсын, тәуелсіздікті қорғау, тұрақтылық пен татулықты сақтау жолындағы еңбегіміз жемісті болсын. Тәуелсізбін енді міне мен бүгін, келді кіріп азаттығым теңдігім. Бостандыққа бойлығым мен ендігім, шешіл енді шемен болған шерленім. Кеуделерді тартылтпасын кек қысым, кетеді одан өр даламды өрттісі. Құсқа айналып кеудемдегі жүрегім, сүйеншілеп келер күнге кетті ұшып.